26 бөлімде мистің жігіті келеді, бет ашар болған кезде, келінің бет ашқан кезде жігіті келеді, Гелен Вагенмен, дұрыс па? Кино бітеді, жалғасы бар дейді. Жалғасы бұлай, яғни мисс Камиланың жігіті келіп, Камиланы әкетіп қалады, сол жерде машинамен. Мансар қайғырып отырады. Ескі здание алдында 23-ші ма, 24-ші бөлімде Шәміл-ау, бүгін маған қарамады деген жеше. Сол жерге барып түсірдік Шымкентте. Қай жер екен білмеймін. Әдемі здание екен, ескі бұрында. Бетіп қалғанда айнала. Сол жерде Мансар отырады, қазір қайғырып, от жағып қойып. Сол кезде мен қазір Шағала деген әнім бар ғой. Түсіме кірдің, бүгін тағы да деген әнім. Сол әнмен мен кірем ол дұрыс. Астынан бірінші этаждан бастап, шаң-шаң болып кеткен зданияның ағаштан. Шаң-шаң болып кеткен зданияның ағаштан ұстайтын жерде. Микрофон бар қолында, бірақ мынандай микрофон емес, басқа микрофон. Түсіме кірді, әрі клип, әрі бір жағы бейнебаян, екінші жағы төбеден кадр алды, бір кадр төбеден алды, бір кадрды кәдімгідей алды. Пол Мансарға қарап отырып, айтамын, қазір келемін да Мансардың иығынан. Мұқағалиды тірілтіп алып, махаббатыма ішіп барсам ба деп Мансар қайғырып оққан кезде келемін да, иығынан, ішші ма деймін, қолымда виски болады. 11 мың теңге ған виски. Соны қоям, ішші онда, ішіп барсай онда. Деп, сол жерде мотивация етем. Сен өмірі осындайсың ғой, анау деп. Общем, сондай болайын деп тұр ғой. Тура сондай, рөл. Общем, бір жағы бейнебаян, бір жағы осы Мансармен сөйлесем, мотивация берем, сондай. Құдай қаласа көрерсіз, 27-ші бөлім берем. Мен білмеймін, монтажы бір аптада ма, 10 күнде ма бітетін шығар. Енді жігіттер риза қылып, жігіттер жақсы күтіп алып, жақсы күтіп шығарып салды ғой. Өзіміздің машинамен барғанбыз негізі. БМВмен барғанбыз біз. Жақсы екен жігіттер, иә, ешқандай не жоқ, қарапайым өте сондай өзіміз секілді жақсы жігіттер екен, Алла разы болсын. Миллион фандар жақсы жандарға деп қояйын да. Мен де жақсы жігіттер екен, ешқандай арамдығы жоқ. Күтіп алып, мәке де бәрі әйтеуір 11 мың теңге виски, 12 мың теңге ме Шымкентте виски. Алып келді ғой, виски алып келді. Кәлен қалдым.